Сәлем достар, бүгін сіздерге күнделікті пайдаланып жүрген пістенің пайдалы қасиеттері туралы айтпақшымын. Ең алдымен каналға тіркел, лайк бас, комментарий қалдыр. Бос уақытта пісте шағып, уақыт өлтірмеген адам кем деген. Алайда біз оның денсаулыққа пайдасы мен зияны жайлы көп біле бермейміз. Кішкентай кезімізде үлкендер пістені көп шақсаң, соқыршек боласың, немесе тамағыңа ауырады деген тыйымдардан қорқытатын. Ал расында пісте адам ағзасына қалай әсер етеді, сол жайында аз-кем ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз. Пістенің пайдалы тұстарына келетін болсақ, пістеден май жасайтынын бәріміз білеміз. Дегенмен оның өзге де пайдалы тұстары бар. Пістенің дәнінде кальций, магнийға өте бай. Сонымен қатар, оның құрамында В, А, Е және Д дәрумендері бар. Олар тері мен шашқа өте пайдалы. Мүмкіндігінше пістенің дәнін табиғи күйінде, яғни өсіп тұрған жерінен сабағын жұлып алып, дәнін теріп шағып жеу өте пайдалы. Ал тазалау мен сұрыптаудан өткен пісте өзінің пайдалы дәрумендерінің біраз бөлігінен айырылып қалады. Ғалымдардың айтуынша, әлемдегі әрбір үшінші адамның ағзасында май ерітетін дәрумендер жеткіліксіз. Соның салдарынан әлемде семіздіктерді тез тарап барады. Ал пісте болса, дәл сондай дәрумендерге бай. Сонымен қатар, ол ағзаның ерте қартаюынан да сақтайды. Пісте әсіресе артық салмақтан арылу үшін диета ұстайтын жандарға өте пайдалы. Қарын қатты ашқан кезде аз ғана пісте дәнімен қоректеніп алсаңыз, ол ұзақ уақытқа дейін асқазанды тоқ ұстайды. Оның құрамындағы май мен ақуыз кәдімгі тамақ іспетті. Қуырылмаған пістенің дәнінде адам ағзасына ең керекті элементтер йод пен темір және магний бар. Олар жүректің жұмысын жақсартып, тамырларды шлактан тазартады. Психологтардың адам қатты ашуланған кезде немесе күйзеліс пен депрессияға жүргенде пісте шақса ойы бөлінеді дейді. Сонымен қатар пісте шағу темекіге деген тәуелділікті азайтып, ұйқысыздықтан құтқарады. Достар, пістенің пайдалы қасиеттерімен қатар зиянды тұстары да бар. Оны мен келесі видеода айтамын.